4К моделі дегеніміз не? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен 4К моделі дегеніміз не және әр К-ға жеке-жеке тоқталатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз. 4К моделі дегеніміз не? 4К моделі креативтілік, командамен жұмыс, коммуникативтілік, сын тұрғысынан ойлау. Әр К-ға жеке-жеке тоқталатын болсақ. Бірінші К – сын тұрғысынан ойлау. Сын тұрғысынан ойлау арқылы баланы мәселенің шешімін табуға, нақты сұрақ қоюға, түрлі дәлелдер айтуға, іс-әрекетіне талдау жасауға, істеген жұмыстарын бағалауға үйрету. Екінші К – креативтілік. Бұл дарындылықтың ең бастысы ерекше ойлауда. Үшінші К – бұл коммуникативтік дағды. Баланың сөздік қорын логикалық ойындар мен жаттығулар арқылы дамыту, әңгімелесушіні тыңдауға үйрету, басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға дағдыландыру. Төртінші К – командамен жұмыс. Командамен жұмыс жасау арқылы біз баланың бойында мақсат қою және мақсатқа жету, командамен ынтымақтастықта жұмыс жасау, жауапкершілік алуға тәрбиелейміз. Келесі сабағымызда 4К моделі бойынша ең үздік әдіс-тәсілдерді ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз.